Саламатсыздар ма оқушылар? Сабақтың тақырыбы ұлы Константин кезінде Рим империясы қалай өзгерді? Сабақтың мақсаты негізгі діни ұғымдарды түсіндіру, ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын сипаттау. Римдіктер ежелгі мысырлықтар мен грекиялықтар сияқты көп құдайшылықты ұстанды. Мысалы, күн құдайы Мидра, әйелдер мен балаларды қорғаушы құдай Исида, соғыс құдайы Марс деген сияқты бірнеше құдайлары болды. Сол кездегі адамдар көп құдайшылықтан шаршап жаңа діннің келуін күтті. Сөйтіп сахна төріне Иса көтерілді. Иса Мәсіх Израиль ұрпақтарына жіберілген ұлы пайғамбар. Оның пайғамбарлық дәрежесі христиандықта, исламда, бахаиде және бабиде мойындалады. Иса қасиетті 4 кітаптың үшіншісі Інжілді әкелген елші ретінде саналады. Ол христиан дінін насихаттаған. Римге христиан дінінің жайылуы. Христиан дінін алғаш 1 ғасырда кедейлер ұстанды. Аталған дінді Палестина, Мысыр, Сирияның төменгі тап өкілдері қолдау білдіріп мойын ұсынды. 2 ғасырдың ортасына қарай христиан дінін байлар да ұстана бастады. Алғашқы христиандарды қудалау. Христиан дінінде Иса қайтып оралады, күнәһарларды жазалайды деген сенім бар. Бұл идея императорға, жалпы билікке ұнамады. Өйткені олардың сенімі бойынша император құдай дәрежесімен сәйкестендірілген еді. Сондықтан болар христиандардың жиындарына күдік тудырып, жаппай қудалай бастады. Ашық алаңдарда аңға талатып, әртүрлі азаптауларға ұшыратты. Христианда дін жолында өлгендерді азапталушылар деп жариялады. Римдегі алғашқы ірі қудалау 64 жылы император Неронның кезінде болды. Ол христиандар Римді өртемек болды деп айыптады. Христиандармен күрес жүргізген императорлардың бірі Диоклетиан 303 жылы оларға қарсы бірнеше жарлық шығарып, дінді ұстануға тыйым салды, шіркеулерді қиратты. Бұл суретте бейнеленген сол император Диоклетиан. Константиннің діни реформасы. Диоклетианнан кейін билікке император болып Константин сайланды. Ол христиандарды арқа тұтып мейлінше қолдау білдірді. Христиандардың құқығы Римде басқа діндермен бірдей деп бұйрық шығарды. 315 жылы дінбасыларға жиындар өткізуіне рұқсат берді. 325 жылы Кіші Азиядағы Неки қаласында діни келіспеушіліктерді жою үшін христиандардың арасында жиын өтті. Жиналысты император Константин жүргізіп, оларды бір сөзге тоқтауға шақырды. Исаны Құдаймен теңестіруге қарсы болған пресвит Арий мен 2 епископқа қарғыс айтып жер аударды. Осы жиында христиандық күнтізбе қабылданды. Оқу тапсырмасы. Төмендегі 3 сұраққа жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Христиан дінінің негізін салып насихаттаған кім? Екінші сұрақ. Христиандарды қудалаған императорларды атаңыз. Үшінші сұрақ. Христиандық күнтізбе қай жылы қабылданды?